брат, қанша теңге берсем қызын тастап кетесің? Тастамайсың ба? Не үшін? Біз қанша жылдан бері бірге жүрміз. Болды, брат, түсіндім. 300 мың берем, что там? Наличка. 500 мың берем. Ойланып қойдыңыз? Жоқ. О, шанс бар. Давай, петик. 800 мың берем. 800 мың? 800 мың аласың, кетесің. Ақшаны ойлап баған адамсың. Өмірде сен ақшаны ойлап баған адамсың. Жоқ. А? Жоқ. Блин, достар, 800 миллион берем. Терсет жоқ, қайдамыз. Миллион теңге, қызыма кетесің. Жоқ. Не үшін сен олай не істеп жатсың? Біз азыр жүргенімізге 4 жыл? Допустим, брат, ол сен гарантия жоқ едің, дальше уже жүру лучше миллион алып болды. Ал, сол сұрақты сізге қойсам, қалай қойсыз? Мен сізге миллион теңге берем, жігіт тастап кетесіз. Көзімше. Қайда білесің, брат, қоя тұршы? Миллион теңге берем, қазір наличка сізге, осы жерде. Қызыңыз тастап кетесіз. А жігітіңіз? тұрғаны. Жоқ дей салып прям. Ой, ешкім тыңдамаңыз, өзіңіз білесіз. Сіздің өміріңіз ғой. Может, мақсаттарыңыз, амандарыңыз бар шығар. Көмектесер миллион теңге. Оңай ақша емес. Сен қуасың ба? Серьезно ма? Иә. Миллион теңге? Сен ақша үшін не істеп жатсың ба сен? Мә, достар. Какой-то 1 миллион ғой, сол үшін де кедергі тұрасың ба? Панданы Брат, вот мәселе шығар, ренжімесең, сізге құттықтаймын, сіздің 1 миллион теңгеңіз құтты болсын. Жалпы бұл ақшаны не істейсіз? Пандаңыз бар, әне? Вот это дұрыс таңдады. Ал сен не істедің? Махаббат дедің, анау дедің, мынау дедің. Менің ойымша бұл күшті таңдай ойлаймын. Давайте онда өзіңізге жақсы күніңізге қолданыңыз.